Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жалғыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіз. Синоптиктер алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамын жариялады. Ел аумағында тұрақсыз ауа райы сақталады. Қазгидромет 4-6 қаңтар аралығына арналған 3 күндік ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды айқын.кз. Қазақстан аумағының басым бөлігінде әлі де құбылмалы тұрақсыз ауа райы сақталады. Жауын-шашын негізінен қар жауады. Бұрқасын көтеріліп, көктайғақ екпінді жел соғады. Ал елдің оңтүстік-шығысында негізінен жауын-шашын жаумайды деп болжанып отыр. Республиканың солтүстік-батысы мен солтүстігінде түнде ауа температурасы 0-ден 13 градус аяздан 5-ден 25 градус аязға дейін ауытқиды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатолла қабырғасы ұстауды нәсіп етсін.